Секе Тоқайдың басы екеу болғаны ма дейді. Өте керемет сұрақ. Тоқай саяси сауатсыздық жасап тұр, бұл бір. Егер ол айлакер қу болғанда, ата жұртты соттамайтын еді, Американың тісіне тимейтін еді. Бұл жерде ол бір саяси көзсіз тәуекелдікке барып отыр. Екіншіден, Тоқайда шарасыздық бар. Ол Назарбаев сияқты диктатуралық режимді сақтап қалғысы келеді. Сондықтан ата жұрт азаматтары сияқты ашық ойлы азаматтар оған ұнамайды. Ол тек ата жұрт емес, ол Қазақстанның Марат Жыланбайын, Асқар Сенбай, Дума Мұхаммедкәрім, Әйгерім Тілеужан, Мерболат Мержатай бәрін соттап жатыр. Бәрін соттап жатыр. Сондықтан бұл жерде Тоқай өзінің диктатуралық режимін сақтау үшін елдегі барлық ашық ойлы азаматтарды соттауға мүдделі болып отыр. Мүдделі болып отыр. Бірақ ата жұрт оңай шағылатын жаңғақ емес. Ата жұрт Қазақстанның диктатуралық билігінің кеңірдегіне қадалған найза болып отыр. Диктатуралық биліктің кеңірдегіне қадалған найза ата жұрт болып отыр. Сондықтан ол былай тарса арбасынады, былай тарса өгіз өледі. Тоқай не істерін білмей дағдарды. Ата жұртты біраз заман тисейін деп қорқып отырды. Неге? Тым халықаралық беделді, тым халықарадағы ең топик, ең сенситив тақырыпты көтерді. Геноцид тақырыбы. Халықарада аса беделді адамдық құқық тақырыбын көтерді. Әлемдегі Холокаусттан кейінгі екінші үлкен геноцидті әшкерелеген ұйым ретінде тарихта қалды. Тарихта қалды. Соның тісі батпай біраз тұрды. Бірақ бұл жолы Қытай күш беріп, егер осы жолы соттамасаң, беретін ақша жоқ болады. Енді осы жолы соттамасаң, Ямен болады деген кезде Тоқай сол Қытайға арқа сүйеп аман қаламын деп ата жұртты соттады. Бірақ бұл түптің түбі Тоқаевтың өзінің басын жұтуы мүмкін. Тоқаевтың осы ата жұртты соттауы Тоқаев режимінің басын жұтуы мүмкін. Тоқаев режимінің аяқтауы олардың осы ата жұртты соттауынан басталады.